Математика пәні тақырыбы жиынды біріктіру және бөлімдерге бөлу. 55-ші сабақ. А және Б жиындарының бірігуі деп, осы А және Б жиындарының кем дегенде біреуіне тиісті элементтерден тұратын жиынды айтады. Екі жиынды қарастырайық. А жиыны бір таңбалы сандар жиыны, Б жиыны екі таңбалы сандар жиыны. Әр жиынның элементтері сандар жиынына жатады. Яғни осы жиындарды біріктіру арқылы сандар деп аталатын жаңа С жиынын құруға болады. Енді барлық элемент бір жиында жатады. Жиынды ұқсастығы мен айырмашылығына байланысты бөліктерге бөлу жіктеу деп аталады. А фигуралар жиыны берілген. Ол жиынның элементтері шеңберлер мен шаршылардан тұрады. А жиынын 2Б және С жиындарына бөлейік. Шеңберлерді Б жиынына, ал шаршыларды С жиынына орналастырайық. Екі жиын шықты. Б жиыны шеңберлерден, С жиыны шаршылардан тұрады. Желтоқсанның 14-і, 4-ші есеп 53-ші бет. Сызба бойынша бір немесе екі амалды есептер шығар. Есептердің шартын, сұрағын, шешуін, жауабын жаз. 3-ші есеп 53-ші бет. Жиынға ортақ атау бер. Оны қалай екі жиынға бөлуге болады? Тапсырмаларды дәптеріңе орында.